Бүгінгі сабақ сұраныстар жасауға арналған. Сұраныстар дегеніміз не? Сұраныстарды қолдану мәліметтер базасынан ақпаратты алудың ең жылдам тәсілі болып табылады. Сұраныс бір немесе бірнеше өзара байланысқан кестелерден керекті мәліметтерді таңдап алуға, есептеулер жүргізуге және нәтижелерді кесте түрінде алуға мүмкіндік береді. Аксесте тұтынушыға қолайлы болып саналатын үлгі бойынша сұраныстар қалыптастыру мүмкіндігі бар. Оның көмегімен күрделі сұраныстарды оңай құрастыруға болады. Сұранысты бастапқы мәліметтер базасы кестелері арқылы басқа сұраныстар нәтижесінде алынған кестелер және құрылған сұраныстар негізінде де тұрғызуға болады. Айтып өткеніміздей, сұраныстарды біз дайын тұрған кестелердің көмегімен құра аламыз және де құрып қойған сұранысқа өзгертулер арқылы да сұраныс жасауымызға болады. Сұранысты құру үшін меню қатарындағы создание батырмасын басса, запросы бөлімінде, яғни сұраныстар бөлімінде сұранысты құрудың екі жолын көруге болады. Яғни мастер запросов және конструктор запросов. Конструктор запросов деген бұрын құрылған запросқа өңдеу жүргізуге және де сонымен қатар жаңадан басынан бастауға мүмкіндік береді. Көз алдарыңызда көріп отырғандай, конструкторды басқан кезде бізде таблицалардың тізімі көрініп тұр. Өзімізге қажетті кез келген бір таблицаны алып келеміз де, осы жердегі бірнеше таблицаны әкелу арқылы өзімізге қажетті өрістерін таңдап аламыз. Мына жерде бізде таңдалынатын авто таблицасының ішінде құны, мысалға қарастыратын болса, келесі автода марканы, яғни өзімізге қажетті өрістерді таңдай аламыз. Келесі мен заводтан қаланы және директорның аты жөнін аламын. Мен екі кестеден бар жоғы 4 өрісті алып отырмын. Мен осы 4 өріспен жұмыс жасағым келеді. Сұраныс деп отырғанымыз, яғни өзіміздің сұранысымызға қажетті ғана мәліметтерді таңдап алу. Енді алдарымызда көріп отқанда имя таблица, яғни поле, бұл жерде өрістердің аты екі кестеден алынған, және имя таблица бөлімінде қай таблицадан алып тұрғанымыз көрініп тұр. Енді астыңғы бөлігінде сортировка, сұрыптау, яғни мәлімет шыққанда өсу реті бойынша ма, әлде кему реті бойынша ма? Бұны өздеріміз таңдайтын. Егер бізге кему реті бойынша болса, кему ретін, ал өсу реті бойынша өсу реті батырмасын басатын боламыз. Ары қарай вывод на экран, яғни экранға шығару. Условия отбора дегеніміз бұл шарт қою, яғни қандай, мысалы, маркаге шарт қоятын болса, тек қана Kia мен Mercedes болатын болса, осы жерге жазамыз. Біз ол шартты қою үшін between сөзін пайдаланып, бірінші мысалы бізде Kia машинасы болса, Kia N және деген сөзді қолданып, келесі маркамызды жазамыз. Яғни келесі марка бізде Mercedes. Осылай жазамыз. Яғни біз бұл жерде шарт беріп отырмыз. Осылай жасап болғаннан кейін X батырмасын басып, сохранить та марка деп сұранысымызға ат берейік. Окей. Міне біздің сұранысымыз пайда болды. Енді сұранысты ашатын болса, екі рет ашу батырмасын ашқан кезде, міне біз 20 миллионның несін берген кезде, жалғыз бізде Kia машинасы Шымкент қаласынан Айдосов, директоры Айдосов екен бізге көрсетіп, запросты дайындап берді. Яғни біздің берген сұранысымыз бойынша мәліметтерді шығарып берді. Яғни сұраныс деген біздің өзімізге қажетті ғана мәліметтерді сұраған кезде сол туралы мәлімет ақпараттарды беретін болады. Келесі түріне тоқталатын болсақ, бұл мен сіздерге қарапайым түрі конструктормен жұмыс жасауды көрсеткен болатынмын. Қай сұранысқа өзгеріс енгізгіміз келеді, сол сұраныстың үстіне барып, тышқанның оң жақ батырмасын басып, конструктор
белгішесін бассақ, біз сол сұраныс туралы конструктор бөліміне өтіп, қажет емес өрісті кетіруімізге және қосымша өрістерді қосуымызға мүмкіндік аламыз. Және жасалған өңдеу жұмыстарын сохранить етіп шыға аламыз. Мастер запросы, яғни шебер сұраныс деп аталады. Шебер сұраныстың 4 түрі бар. Біріншісі простой запрос, яғни қарапайым сұраныс. Екінші перекрестный запрос, яғни бұл бір-бірімен байланысқан сұраныстар. Үшінші повторяющееся значение, яғни қайталанған мәндер сұранысы. Төртінші записи без подчиненных, яғни ағынышты емес жазбалар сұранысы болып табылады. Енді бірінші простой запрос, яғни қарапайым сұранысты белгілеп, окей батырмасын басайық. Ол кезде біз қай кестеде сұраныс жасағыңыз келеді, соны бірінші таңдап аламыз. Немесе бұрын жасалған сұраныстан да өзгерістер енгізіп, жаңа сұраныс құруымызға болады. Мысалы, мен авто иесі кестесі арқылы жұмыс жасағымыз келсе, авто иесі кестесінің мына жерде барлық өрістер көрсетіледі. Бізге қайсы өрістер керек, мысалы, сол өрістерді келесі поляға өткізу арқылы сол өрістермен ғана жұмыс жасай аламыз. Ал егер барлық өріс қажет болатын болса, онда мына батырманы басқан кезде барлық өріс, яғни бізде сұраныс жасауға мүмкіндік береді. Ал тек қана белгілі бір бөлігі керек болса, онда бір рет шертіп, яғни қосу батырмасын басамыз. Сол кезде бізге керек өріс қана келесі бағанға өтетін болады. Және өзіміз таңдап алған өрістерді белгілеп алғаннан кейін далее батырмасын басамыз. Осы жерде бізде сұрап тұр, яғни осы жерде өзіміздің жаңадан сұранысымызға ат берсек болады. Сонымен қатар қана мәліметтерді көру үшін ашу сұранысы немесе сұраныстың макетін өзгертуіміз қажет деп сұрап тұр. Дайын батырмасын басқан кезде, яғни біз осы жерде сұраныстың мен ана 3 қана несін таңдаған болсам, тағы да қосу арқылы өзгерістер енгізе аламын. Жасап болғаннан кейін X батырмасын басып, жасалған жұмысымызды сақтап, және оның дайын болған запросын көру үшін 2 рет басу арқылы біз жұмысымызды көре аламыз. Бұл жерде перекрестный запрос, яғни бір-бірімен байланысқан. Кез келген кестенің біреуін таңдап аламыз. Астыңғы бөлікте запросты таңдауымызға болады, немесе таблица и запрос, яғни және сұраныстардың ішінен таңдасақ болады. Мысалы, таблицаның ішінде, кестенің ішінде мен авто кестесін таңдап жұмыс жүргізе аламын. Далее батырмасын басқан кезде манағы айтқанымдай, бұл жерде де біз өрістерді таңдай аламыз. Өрістерді таңдап болғаннан кейін далее батырмасын басып, далее өрістің өзінің атқаратын функциялары болады. Далее белгілеп болғаннан кейін далее батырмасын басып, яғни просмотреть результаты запросы, яғни біздің сұранысымыздың нәтижесін көргіміз келеді ме, әлде құрылымын өзгерткіміз келеді. Біз нәтижесін көргіміз келсе, осы белгішені басып, дайын батырмасын басамыз. Сол кезде біздің нәтижеміз экранда пайда болатын болады. Повторяющееся значение, окей батырмасын басамыз. Және алдыңғы бөлікте айтқандай кестеден, сұраныстан және кестелер мен сұраныстардың ішінен өзімізге қажетті объектін таңдап аламын. Бұл жерде мен таблицаның ішіне зауыт таблицасын белгілеп алдым. Далее батырмасын басу арқылы өрістерді таңдап аламын. Өрістерді таңдап алғаннан кейін тағы да дополнительно өріс қосуыңызға, қосымша өріс қосуыңызға болады деп сұрап тұр. Осы жерде мен сұраныстың атауын өзгертсем болады. Ары қарай келесі әрекетте результатты көргіңіз келе ме, әлде сұраныстың құрылымын өзгерткіңіз келе ме? Мен результатты көргім келеді деймін. Готовы батырмасын басқан кезде сұранысым бойынша жаңадан мәліметтер шықты.
Бұл жерде біз көріп отырғандарыңыздай фильтр қоюымызға, сонымен қатар сортировка, яғни сұрыптау жасауымызға болады. Бізде записи без подчиненных окей батырмасын басу арқылы, яғни кестеден немесе сұраныстан және кестелер мен сұраныстар бөлімінен өзімізге қажетті кестені таңдап, яғни объектін таңдап алу арқылы жұмысымызды жалғастыратын боламыз. Яғни мына жерде көріп отырғанымыздай авто иесі мен авто кестесінің арасындағы байланысты көрсетіп тұр. Екеуінде де код алушы кілттік сөзі бар. Далее батырмасын басу арқылы қажетті өрістерді келесі бөлікке өткіземіз және жұмысымыздың нәтижесін көретін боламыз. Жұмысымыздың нәтижесін көрдік. Біз аталған 5 сұраныс бойынша жұмыс жасап өттік.